ауылдағы шалғайда отырып Нью-Йорктың биржалық қорында сауда-саттық жасауға болатынын біліп пе едіңіз? ақштың Колорадо штатында Денвер қаласында өмір сүріп жатырмын. Трейдер және инвестор ретінде жұмыс жасаймын. Қанша процент қазақсың әлі? Мен енді айта аламын, 100% қазақпын. Ана жақтан бір өтіп жетіп келді да, маған ештеңе айтқан жоқ, қолмен былай жасады да. Енді болмайды деген сияқты айтып отыр да, енді былай қысқасын айтқанда қатты іштей былай не болды да, мен де былай қатты ұялдым да, бір өзімнен. Өзің білесің ғой, енді жаман ұлт болмайды, жаман адамдар болады, Бұларда біраз біз сияқты бауырмалдылық жоқ. Қазақстаннан қатысып жатқан студенттеріңнің пайыз мөлшері қанша? Қазіргі таңда 200-ден астам әлемнің 6-7 елінен жиналған студентіміз бар, бір 60% тікелей Қазақстаннан. Ойындарға қатысып бірден байып кеткісі келеді. Бұл ондай зат емес. Табыс жағына келетін болсақ. $3,000-дан $10,000 ортасында. Ең жоғары күнім менің өзімнің $7,600 ма сондай бір күнде. Әлемге үлкен өзгеріс болып жатыр да, қатты өзгеріс болып жатыр. Ол жақында дәл былай не болады да, ашық болады. Жастарды былай қозғасақ, оларға бір өзіміздің үлесімізді қоссақ, бір кірпішімізді бөліп кетсек деген сондай бір мақсатпен ғой негізі. Ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге әдеттегідей Америка құрама штаттары Лос-Анджелес қаласынан қарапайым қазақтың баласы Жасұлан. Достар, Америкада белгілі бір жетістікке жеткен өзіміздің қазақ бауырларымызбен сұхбат құрып жүргенімді білесіздер. Бұның бәрі үлкен еңбекті талап етеді, сондықтан да арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпағайсыздар. Бұл жолы Нью-Йорктегі Уолл-стритте орналасқан Американың ең басты биржалық қорында жұмыс істейтін бауырымыз, трейдер-инвестор Думан Ерғанатпен кездесеміз. Әлемнің қай жерінде болсаңыз да, тіпті ауылдағы шалғайда отырып, Нью-Йорктың биржалық қорында сауда-саттық жасауға болатынын біліп пе едіңіз? Осы және өзге де қаржылық сауаттылыққа байланысты сөз қозғайтын боламыз. Ендеше кеттік. Құрметті достар, қазір Думанмен кездесуге кеп қалдым. Мына жақта мен паркингте күтіп отыр өзі. Не деген көлік мінген десеңізші өзі. Уағалейкум ассалам. Қалайсың? Рахмет, қош келдің Лос-Анджелеске. Қазақ еліне сәлем жолдап қойың. Ол барлықтарыңызға сәлем. ақш құрама штатынан. Думан деген жігіт бағанадан бері сіздерге таныстырған. Көлік алдың ба? Кеше сол Денвер қаласынан, осы Лос-Анджелес қаласына кездесу бойынша келген, соған рет нәрсесі бар. Қыдыруға. Жақсы, ендеше бүгін сұхбатымызды бастаймыз. Жалпы қазақ елмен өз тәжірибесімен бөлісем дейді Думан, бар білгенімен. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Кеттік. Думан өзіңді таныстыра отыр біздің қазақ бауырларымызға, жалпы қазір біздің Қазақстаннан қаншама азаматтар бауырларымыз көріп отыр ғой. Барлықтарыңызға алдымен қайтадан сәлем. Есімім Думан. Қазір Денвер қаласында, ақштың Колорадо штатында Денвер қаласында өмір сүріп жатырмын. Трейдер және инвестор ретінде жұмыс жасаймын. Жалпы ақшта тұрып жатқаныма бір 6-7 жылдай болып қалды, 7 жылға айналып барады. Мен өзім Монғолия елінде туылғам. Монғолияда қай қаладан? Баян-Өлгей деген. Баян-Өлгей. Біздің қазақ бауырларымыз Баян-Өлгейден өте көп көреді менің арнамда. Сондықтан оларға да жеке бір сәлем жолдап қойсаң болады. Баян-Өлгейден достарың, таныстарың көріп жатқан болса, марқайып қалатын шығар деп ойлаймын. Әрине, Баян-Өлгейден, Монғолиядан көріп отырған аға бауыр барлықтарыңызға қарындас. Қазіргі ақштың дәл қазір Лос-Анджелес қаласынан барлықтарыңызға жалынды сәлем. Думан, енді барлықтарына белгілі Америка құрама штаттарына ешкім еріккеннен келмейді, белгілі бір мақсаттары болады, қойған сондай армандары болады өздерінің жетем деген. Сенің бірінші кезекте осы жолда қандай мақсаттарың болды, қандай армандарың болды келуге осы Америкаға? Сонымен бөлісе отырсаң біздің көрермендермен. Әрине, мен өзім жалпы үлкен ағам Жандос деген кісі осы Денвер қаласында тұрады, отбасымен. Денвер қаласына
дәл сол қала деп келген себебім де сол. Отбасым жаңа ағам сол қалада тұратын болғандықтан, ал және де келген барлығымызды енді жалпы көп адам біз сияқты жастарды ақш құрама штатына үлкен нелерге жетелейтін ол білім. Мен де сол білім қуып келдім деп айтсам болады. Негізі магистратура немді қорғау үшін жаңа бизнес саласымен келдім, және де сол магистратураны бітіріп, сол өзімнің жаңағы немді дегри дейміз, соны немді алып, қазір сол дәл сол салада еңбек жасап жатырмын негізінде. Мен көрген, танысқан қазақтарға айтамын, бірден қоятын сұрағым бар өзімнің. Қалай ұзақ мерзімде уақытта осы жақта тұрғылықты тұрып жатқан қазақтарға әсіресе қанша процент қазақ болып қалдың деген сияқты сондай сұрақ қоямын. Қанша процент қазақсың әлі? Мен енді айта аламын, 100% қазақпын. Ешқандай не жоқ ол жақта. Ешқандай өзгеріс жоқ, қоспа жағынан. Бірақ та енді сен түсініп тұрмын былай, бір жағынан қалжың ретінде сұрап айтып отқан болмаса, ар жағында бір терең мағынасы бар да ол жерде. Енді біз бірден шетелде өмір сүріп тұрып жатқандықтан, бұл жерде қанша айтқанымен бұл елдің мәдениеті бар, адамдардың несі бар, сіңеді саған қандай бір несі. Бірақ та мен өзімнің жалпы ойым, қандай бір елде өмір сүрсең, сол елдің жақсы жерін ал, керек емес жерін тастаған да. Дәл солай өмір сүру керек. Қандай бір нәрсенің жаңа баланс дейді ғой, бір балансын дарылтып, өзіңде адамның өзінің фильтр болу керек деп ойлаймын. Қандай бір затқа өзіңнің көз қарасың, сол болған жағдайда ғана адам сондай нәрсені өзінің керектісін алып, керексін тастайды. Біз жастар бір жерге қадалып қалмай, бір нәрсеге жабысып қалмай, жаһандану заманы. Жаһандану, жаңағы барлық нәрсені үйреніп, не болып отқан біз енді үнемі бүйтіп біліп, үйреніп керекті заттарды өзімізге сіңіріп отыру ол өте маңызды. Иә, ол деген қазір мен де арнада болсын көптеген пікірлерді байқап қалам. Кейбір мынау ескі түсінікте қалып қойған азаматтар да бар да, Қазақстаннан шықпау керек, ешқайда бармау керек деген сондай сияқты пікірлерді де ұстанатын азаматтар да бар. Жоқ, ол пікірмен мен де келісе қоймаймын негізінде. Елді көру керек, жер көру керек, даму керек, өзіңді жаңағы одан әрі бір жерде тұрып қалмау керек. Ол міндетті түрде Қазақстаннан кетіп қалу деген сөз емес, сен отанға қашанда болса ораласың кез келген уақытта. Сондықтан да жас кезде барлығын көріп біліп, өзіңді дамытқанға не жетсін. Ал енді осы тұрғыда енді азды көпті өмір сүрдің ғой Америкада. Бұл жақтың мәдениеті, бұл жақтың түсініктері мүлдем өзгеше, біздікімен салыстыруға келмейді. Сен өзіңді осы уақыт аралығында қаншалықты өзгерте алдың? Трансформация қандай деңгейде болды десек саған осындай сұрақ? Иә, өте керемет сұрақ негізі. Мен жалпы қандай адамдармен өзімнің менде де мысалы студенттерім, жаңа команда бізде комьюнити бар. Үнемі әңгімелесіп тұрамыз, жаңа инсайттармен бөлісіп тұрамыз. Енді өзім керекті Американың жаңа өзіме керекті зат, бізге жалпы жастарға сіңіруге дұрыс зат, бұның жақсы заттарын көбін өзім алдым деп ойлаймын. Тек қана керекті затын аласың, бірақ та тіліңді ұмытпауың керек. Жаңа сен айтып жатсың ғой, қалжыңда болсын сұрап жатсың ғой, қаншалықты қазақсың деген сияқты. Сол сияқты біз өзіміз қазақтығымыз ол қалу керек. Қазақтың мәдениеті, тілі, мәдениеті жойылса, ол сен қазақ емессің да. Сондықтан бізде тіл, мәдениет ол қалу керек. Дінің, тілің, мәдениетің, бірақ та басқа жаңағы енді салт дәстүр дейші, мәдениет деген салт дәстүр. Ал мәдениет деген нәрсе ол жалпы барлық әлемге тәуекелді нәрсе да, ол бір елдің өзінің жеке мәдениеті деп тағып бөлуге менің ойымша теріс сияқты. Мен өзім алғаш келген кезде, әлі есімде, алғашқы келген жылында, сол Денвер қаласының даунтаун дейміз, орталығында кетіп баратқанбыз ғой, балалармен, дос балалармен. Сосын машинаның ішінен қолымда бірдеңе тұрды, қалай екенін рефлекс болып қалған ғой. Терезе кішкене ашық тұрған ғой, сол терезені тыстағансың ғой ол жерде. Лақтырғансың ғой, ол жерден енді бұл машина жүріп баратқан жоқ, бірақ тоқтап тұрды. Ана жерде қоқыстың несі тұр, соған қарай бүйтіп жібергенсің ғой. Лақтырған сияқты болғансың ғой, бүйтіп лақтырып қаласың ғой. Сосын ана жақтан бір жетіп келді да, маған ештеңе айтқан жоқ. Қатты ештеңе айтқан жоқ, неткен жоқ. Айтты да, ақырын қоқыс тапарып, жаңағы қоқыстың жәшігіне тастады да. Өзі алып тастады да, маған қарады да, қолмен былай жасады да. Енді болмайды деген сияқты айтып отыр да, енді былай қысқасын айтқанда. Қатты іштей былай не болды да, мен де былай қатты ұялдым да, бір өзімнен қатты ұялдым да, мен енді
өзімнің сол кезде жаңағы көрдім да, жаңағы енді мен өзіме мүмкін көрінбеді бұл нәрсе да, бұрын неге байқамадым, неге дегенде мүмкін менің ортам солай болды ма, ол жақта мысалы ондай нәрсе қатты қалыптаспаған ғой, өзің білесің, былай қатты ортаға жаңағы қоршаған ортаға мән беру деген ондай нәрсе жоқ. Өзің білесің ғой, енді жаман ұлт болмайды, жаман адамдар болады, Дәл солай. Біз Американың отанында тұрып жатқаннан кейін Америка халқын жамандаудан аулақпыз. Әрине. Бірақ десе де әр елдің өзінің кемшіл тұстары болады, жақсы тұстары болады. Кемшіл тұсы деп еш саған бір ұнамайтын тұстары Американың бар ма? Жалпы айтатын болсам, бұларда біраз біз сияқты бауырмалдық жоқ. Біз сияқты қатты бір-біріне бауыр тартып, жақын тартып, қазағым, бауырым, ағам деген сияқты, қарындасым, ондай нәрсе шынымен де жоқ та. Ол әр адам өзі үшін өмір сүреді енді. Шынын айтқанда да, ол капитализм деп жатырмыз ғой. Жаңағы экономиканың еркіндік, капитализм соның неге байланысты болуы мүмкін. Жалпы сондай сондай қалыптасқан не бар, ол әр адам өзі үшін өмір сүреді. Егер сен қанша бір отбасының бір өте жақын адам болмадың, егер сен ол адамға қандай бір зиян тиетін болсаң, қандай бір немесе сен ол адамның несін комфорт зон бұзатын болсаң, ол адамға кішкене болса да зиян тиетін болсаң, ол сені ешқандай біз сияқты қазақпыз ғой деген әңгіме жоқ деген сияқты қысқаша. Сондай енді менің ойымша бір сондай нелері бар енді. Американың кемшіл тұсын айтып енді ол біз үшін ғой, ол өзге адам үшін ол түсініктері әртүрлі болуы мүмкін да. Енді оны айтып, біз жақсы тұсын айтпай кетуге де болмайды. Американың өте жақсы тұстары да көп, солардың бірең сараңын өзің тізіп айтып шықсаң. Мен өзімде көп еститінмін да, жаңағы Америка бізден 100 жыл алдыда жүр деген сияқты да. Мен бұрын шынын айтсам түсінбегенмін да оны, мен ойлайтынмын да, ол неге қалай олар керектенетін iPhone мен керектенемін, олар керектенетін интернет менде бар да, мен ол қалай олар менен 100 жыл деген сияқты да, ол мәселе осы жаққа келгеннен кейін мен түсінген затымда ол мәселе ол жерде емес. Мәселе адамдардың көзқарасы, адамдардың өмірге деген көзқарасы, жаңа қоршаған ортаға деген құрметі, бір-біріне деген құрметі, ешқандай зиян тигізбей жаңағы қатынасу, өзінің жаңағы responsibility, жаңағы нелері, солар өте қатты дамығанда, жеке адамның, жеке тұлға үшін өте қатты дамыған адамдардың несі. Адамның көздері ашық деп айтамыз ба, қалай айтамыз? Әркім өзінің мысалға, жеке кеңістікке кірмейді да, әркім өзінің ешкімге шаруасы жоқ, дәл. Енді ол жерден мүмкін жаңағы, енді бұлай кішкене бір 20-30% жаңағы адам жаңағындай өзімшілдік нелері енді кетіп қалуы мүмкін 20-30%, бірақ та оның жақсы жағы өте көп та. Жаңағындай айтқаны қоршаған орта, олардың барлығында өзінің сондай нелері бар, олар қалай айтамыз енді жай мысалы мен бір мысал айтайыншы, мен таңертең тұрдым, көшеге шықтым деп ойлайын, менде машинам жоқ деп ойлайын, шығып автобусқа отырдым, ары-бері жұмыс бітіріп жүрмін, мен таңертең дәл қандай көңіл күймен шықтым, мен Америкада дәл солай көңіл күймен мен кешке келе аламын да үйге. Дәл сол жері да, мен қысқасы бұл өте бітіп айтқанда оңай сияқты болып тұрған болмаса, бұл өте ауыр әңгіме да, бұл жерде үлкен нәрсе бар да. Неге дегенде Америкада ешкімнің көңіл күйіне ешқандай не бермейді да, әсер етпейді. Жаңа сен айтпақшы, әркім өзінің кеңістігіне, жаңа несіне қол сұқпайды, құрметі бар. Мысалы, ешқашан біреу, мысалы сен басқа біреудің көңіл күйі жоқ деп ойлайық. Менің көңіл күйім бар. Ол көңіл күйі жоқ адам маған ешқашан жаман қарамайды, не болмаса жаман не жасамайды да, ол өзінде сақтап, өзінде қалдырады да, маған ешқандай зиян тигізбейді. Сосын адамдардың бір жақсы жері, адамдар бір-біріне күле салады. Өтірік болса да қиын емес, бірақ та бұл өте қатты өтірік емес, енді саған жай ғана респект сияқты, құрмет сияқты күліп жатыр да енді. Сосын ол жерде не айтқай тұрмын деген кезде, статистика бойынша менің бір оқыған артиклда былай айтқанда, фейк күлгеннің 90%, жаңа жалған күлгеннің 90%-ін адамның миы шын күлген деп қабылдайды дейді да. Мысалы, дененің күлгендегі жаңағы адамның терілерінің, бұлшық еттерінің қозғалуына байланысты ми солай қабылдайды дейді да. Сосын саған жаңа 90%-ің
күлгендегі саған беретін пайдасы адамдардың жаңағы шығаратын жаңа адреналин сияқты бір нелер шығарады ғой адамнан. Солардың несін саған береді дейді да. Сонда сен ойлады, олардың әрбір өмірінің қандай тыныш болатыны, стресстің аз болатын бір ойлаймын, бір себептері болуы мүмкін. Бір септігін тигізіп жатқанның белгісі. Неге бізде солай өмір сүрмеске, неге сондай жақсы заттарды біз өзімізге кіргізбеске да? Ондай заттардың барлығы бір күнде кіретін зат емес та, оны біз ақырындап жастар әсіресе сондай заттарға қарай мән беруіміз керек. Қазіргі заманда интернет барлығы дамыған заман, сондықтан біз жақсы заттарды өзімізге сіңіруіміз керек та, жаман заттардан қарағанда. Мынадай түсінік бар, әлі де соның бір ұшқындары ғой, сол себепті де деп ойлаймын мен. Не үшін бізде олай қабақ шытып, көңіл күйің болмаса, өзгелердің де көңіл күйі болмау керек деген сияқты. Қоғамдық көліктерде болсын, саған жекіп, ұрысып, айғалап беру әбден мүмкін бізде елде. Жасыратын ештеңесі жоқ, оны барлығымыз білеміз. Осыған қатысты бізде жұрт не дейді, пәленше не дейді, түгенше не дейді деген сондай түсініктер жадымызға сіңіп кеткен да бізде қазақтарда. Соған қалай қарайсың өзің жалпы? Жалпы енді не себепті олай бізде жұрт не дейді дегенге қатты мән береміз негізі? Енді біз немен айтады ғой, материалистик деп айтады ғой, материалистик деген жаңа қандай бір адамның жаңа келбеті немесе қандай бір мысалы мінген машинасы, киген киімі, мысалы қандай бренд қуу, ондай нәрселер білесің ғой, Америкада қатты ондай не емес та, маңызды емес та. Адамдар сені сыртыңнан қарап ешқашан сені баға бермейді да. Олар кітапта айтады ғой, кітаптың сыртынан қарап баға бермейді ғой, ішін оқы дейді да. Сол сияқты ғой, олар сол деңгейге жетіп болғанда, олар қазір бұл киім жаңағындай не сырттан қарап не беру деген не сол лейбл деңгейден өтіп кеткен да, олар өтіп кеткен. Ал біз әлі сол жерде жүрміз деген сөз да. Сол жағынан былай мен енді тағы да бір несі сол болуы мүмкін. Ал оған мен ойлаймын, көптеген нелер болуы мүмкін. Адамдарда жаңағындай мүмкін енді экономикасының несі біз енді қазір дамып жатқан мемлекет режимдамыз ғой. Сондықтан енді біз енді әлі де даму үстіндеміз. Мен ешқандай дамымай жатқан ештеңе жоқ деп ешқандай айта алмаймын. Шүкір бәрі жақсы жүріп жатыр менің ойымша. Бірақ та әлі де дамуымыз керек, экономиканың жағдайына байланысты. Енді біз қайтуымыз керек, болашаққа көңіл бөлуіміз керек, болашақты өзгертуге тырысуымыз керек. Қазір енді дәл қазіргі жағдайды алатын болсақ, бізде Қазақстанда кем ештеңесі жоқ. Барлығы Америкада не бар? Енді заманауи технология жағынан келетін болсақ, Қазақстанда не бар? Ол осы жақта да сол барлығы бірдей. Бізде Қазақстанда бір жоқ нәрсе деп айтуға кейде мына достарымыз болсын, таныстарымыз болсын хабарласып жатады ғой, бір бизнес идея айтыңдаршы, Америкада Қазақстанда жоқ нәрсе айтыңдаршы деген сияқтындай бір ақыл кеңестер сұрап жатады ғой. Шынымен де ойлап қарайсың да, бізде Қазақстанда не жоқ деп ойлайсың да, былай қарайсың да, бәрі бар ғой бізде Қазақстанда. Бәрі бар, бірақ не жоқ? Халықтың санасы өзгермеген да. Жаппай халықтың санасын өзгерту дұрыс айтасың, оңай шаруа емес, ол бір күнде бола салатын нәрсе емес қой. Бірте соған келуіміз керек. Ол енді жастар соны қолға алу керек деп ойлаймын. Қолға алу керек, қатты қолға алу керек, ол өте маңызды. Осы жерден оңға болып кетесіз ғой? Жақсы. Қазір қызылған. Thank you. Осындай көңіл күй сыйлайды. Көңіл күйің түсіп тұрса, мысалы, бір жеңеге кенеттен осындай америкалықтардың көңіл күй сыйлап жібереді ғой. Бұның өзі бір не да? Бұл жаңағы бір кішкентай болса да бір қоғамға пайдаңды тигізу ғой. Дәл. Соңынан үлкен нәрсе келмесе де, қоғамға бір кішкентай бір үлесімді қосу. Соның өзімен адам өзін бір белгілі бір деңгейде өзінде бақытты сезінеді деп ойлаймын мен де. Ол да бір бақыттың жолында, бақытқа жетудің бір кішкентай жолдары ғой. Өзге адамдардың қажеттіліктерін өтеу, ол да бір қоғамға пайда тигізетін нәрсе ғой. Сол сияқты дәл сенің мына айналысып жүрген қазір ісің, бұл адамдардың қаржылық сауатын көтеру. Мысалы, көп адам біле бермейді бізде, мысалы Қазақстанда мен өзімді керемет білемін деп айта алмаймын, бірақ шет жағасын былай білеміз ғой, енді акция дегеніміз не, құнды қағаздар, оның
қалай шығып, қалай не қолданатын, былай білеміз енді, үстіртін да. Енді сол нәрсені тереңіреп, зерттеп, зерделеп жүрген өзің қанша уақыт болды сонымен? Мысалға 3 жылдай болып қалды дедің, е? Сол сен жиған тегергеніңмен бөлісіп жүрсің ғой енді. Сол жайында бір қазір біз ары қарай сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Нақты сенің осы мамандығыңа қатысты сол бойында тарқатып айтатын боламыз. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар, достар. Достар, YouTube'те Думанның жеке арнасы бар. Ол жерде Думан Америкадағы өмірі жайлы және де жұмысына қатысты құнды ақпараттармен бөлісіп отырады. Сондықтан да сипаттамада көрсетілген сілтеме арқылы өтіп, арнасына жазылып, менен сәлем айта барыңыздар. Ал Думан қоғамға пайда келтіру, адамдарға көмектесу, адамдардың қажеттілігін өтеу жайында айтып кеттік қой. Енді осы орайда өзің дәл осы шақта Америкада немен айналысып жүрсің? Акцияға қатысты, биржалық нарықта сондай бір өзіңнің кәсібіңді дөңгелетіп жүрген екенсің. Өзің сол жайында айта кетсең енді. Мен қазіргі таңда өзім жаңа қысқаша айтқанда айта кеттім ғой, жаңа инвестор және трейдер болып жұмыстаймын деген. Енді инвестор, трейдер деген негізі қазір заманауи ұғым негізі. Трейдер деген әсіресе да, инвестор дегенде барлығымыз білеміз да, қандай бір бизнесқа, қандай бір затқа инвестиция жасауда. Ал трейдер деген ол заманауи, негізі биржалық нарыққа байланысты шыққан заманауи ұғым. Мен өзім сол инвестор және трейдер болып қатар жұмыстаймын. Биржа нарығында, қысқаша айтатын болсақ, Американың биржа нарығында Американың үлкен компаниялары, әлемге атақты Apple, Amazon, Tesla сияқты компаниялардың акцияларын алып сату, жаңағы соларға инвестиция жасау арқылы ортасынан жаңағы ақша табу, сондай жұмыстармен айналысып жатырмын. Қазіргі таңда біз өзіміздің Decable Trader деген онлайн академиямыз бар. Қазіргі таңда 200-ден астам әлемнің 6-7 елінен жиналған қазақтың жастарының жиналған қазақ тілінде көбінесе сондай үйрететін сондай бір академиямыз бар. Енді 200-ден астам студентіміз бар, тұрақты жаңағы мемберлар деп айтамыз, енді мүшелері, жаңағы бір команда болып жұмыстаймыз қазір жағдайда. Бірге бір команда болып жұмылып, бірге анализ жасап, бірге бір-бірімізге қолдау көрсету арқылы жұмыстар жасаймыз. Қазіргі таңда енді барлық жұмыстар жаңа жасалып жатыр. Айланып келгенде тақырыптың барлығы бағанағы сол қозғаған жастарды былай қозғасақ, оларға бір өзіміздің үлесімізді қоссақ, бір кірпішімізді бөліп кетсек деген сондай бір мақсатпен ғой негізі. Мен кәдімгі қарапайым көрермен ретінде сұрақ қояйын. Бізге былай көрінетін баяғыда бір қол жетпес бір дүние сияқты көрінетін, маған өз басыма, өзге де адамдарға солай көрінген шығар. Мысалы, бұндай неден хабар жоқ адамдарға да, акцияға қатысты, биржаға қатысты адамға ол бір қол жетпес дүние, айға қолың созғандай бір сондай көрінуі мүмкін. Бірақ ол қаншалықты қолжетімді қарапайым халыққа? Өте қызықты сұрақ. Кішкене кезімнен менде де былай маған болғанда, аспанда ай сияқты ол бір кинолардан ғана көретін жаңағы сондай затта, жаңағы біздің Wolf of Wall Street деген Леонардо Ди Каприоның киносы бар, содан ғана көріп жетіміз. Ол кезде енді көп адамдар отырып алып жаңағы өте қарбаласын, кетіп жатады ғой, телефонмен сөйлесіп деген. Ал дәл сол кинодағы болғанда ол енді кішкене бұрын болған стилмен жасалған ғой, ол негізі алғаш жаңағындай кішкентай компаниялардың, біз penny stock деп айтамыз ағылшынша, кішкентай компаниялардың алғаш бетіп шығып келген несінің сол жердегі жаңағы кішкентай заңсыз нені пайдаланып жасалған нәрсе. Ол кино, бірақ та ол енді кино, бірақ та ол шын болған оқиға деп айтады. Қазіргі заманда технологияның дамыған заманда бұл бәрі мүмкін. Маған да солай сезілген. Басында мен бастағанда менде де солай ойлағам, қарапайым қазақтың баласымын ғой, мен енді мен қалай ол Wall Street-тің нелерімен қалай бірге жұмыста болар сияқты, қалай инвестиция жасай аламын деген сияқты менде де ой болды. Бірақ та зерттеп келу, жаңа нәрсені көру, зерттеу арқылы ол барлық нәрсе мүмкін екенін мен байқадым. Мен алғаш бастаған кезде бізде қазақша материал болған жоқ та. Оқитын команда, қазақша саған көмектесетін қандай бір не болған жоқ та. Біз енді саппорт дейміз, қолдау болған жоқ. Бірақ та сол нені көру арқылы мен өзімде де бұл ойда келді, енді неге қазақтарда біз өзімізде сондай қазақ тілінде неге болмасқа. Енді Америкада қатты дамыған салада бұл 50-ден 60% адамдардың отбасының қандай бір компанияда акцияның егері.
акционер деп айтамыз ғой, соның акционері болып табылады Қазақстанда. Қазақстанда емес, Америкада. Сондықтан енді соны біз неге Қазақстанға кіргізбеске, неге біз доллармен пайда таппасқа, неге олар жасағанда біз жасамасқа? Заман дамып жатыр. Бұл бір қысқа уақыттан кейін бұл бір нормал нәрсеге айналады. Сондықтан біз соған дейін өзімізді басымызға инвестиция құю арқылы, білім арқылы, құю арқылы сол уақытқа дейін біз өзімізді дайындауымыз керек та. Қазір енді өзіңізді көріп отырсыз, ковид болды, жаңағы COVID-19 деп жатырмыз ғой. Енді сол болғаннан кейін қаншама заттар өзгеріп жатыр, қаншама нәрселер онлайнға ауысып жатыр, мектептер, сабақтардың өзі онлайн нелерге ауысып жатыр. Сондықтан енді көп нәрселер жақында болады. Ал қысқаша айтатын болсам, бәрі мүмкін. Бізде Қазақстаннан да, қай жерден де қазір жасауға барлық мүмкіндіктер жасалған. Думан, сен осы деңгейге дейін жеттің, бар білген түйгеніңмен бөлісіп жүрсің, өзіміздің отандастарымызбен, бауырларымызбен бір белгілі бір деңгейде багажың бар. Осы багажды қайдан жинадың? Яғни бағана өзің айтып өттің ғой, оқу ордаңды, оның ішінде нақтылап айта кетсең, ішінде ұстаздарың бар шығар, арнайы білім алған, соларға тоқталып кетсең. Жалпы өзім қысқаша бакалаврымды финансовый, жалпы финанс бітіргем. Ол шақта магистратура бағана айтып кеткендей, магистратурамды жаңағы бизнес администрейшн деп MBA деп айтамыз, қысқаша енді сонымен бітірдім Денвер қаласында. Нағыз тікелей білімімді жаңағы Уолл-стриттағы орналасқан SMB Capital деген трейдинг фирм деп айтамыз, жаңағы трейд жасайтын, біз сияқты инвестиция трейдинг жасайтын, өзіміз сияқты жастар, 20-30-дай жастар бар. Осындай бір компания бар, жеке компания, иесі Майк Беллафьор деген адам, менің енді ұстазым деп айтсам болады, бізге сабақ берген адам, көп студенттер нелерді шығарған адам, трейдерлер, инвесторлар жағынан өзінің астында да жұмсайтын адамдар бар. Және де бізде психология жағынан, психология жағы жалпы бұл неде өте ауыр деп айтмаймын, өте ауыр емес, енді өте маңызды. Бұл жерде мен бағана айттым ғой, адамның жаңа психология деңгей тәртіп несі құру несі өзіне адамға соған сол жағы өте маңызды. Бұл мүмкін деп айтмаймын. Сол жағына байланысты психология жағына Уолл-стриттағы ең атақты психологист деп айтсақ болады, өзі трейдер адам. Көптеген кітаптарды жазып тастаған, менің Instagram парақшамда бірге түскен суреттер бар, кітаптарында жазып кеткен. Доктор Стенбаргер деген адам бар, Бред Стенбаргер. Ол кісі доктор, профессор адам. Сол адам мысалы маған қатты сол адамның жазған кітаптары, нелері көп көмектесті деп айта аламын. Ол адамның енді еңбегі зор. Мен сол адамдардың жалпы барлық жасап жатқан жұмыстары, біздің қазір жасап жатқан дәл жұмысымыз, дәл солардың қалай жасайтын тәсілімен біздің қазір мен командамды дайындаймын, ары қарай білімді солай жалғастырамын, дәл өзімде сол стилмен негізінде трейдинг жасаймын. Негізгі нем солай деп айтсам болады. Думан, жаңа өзің айтып өттің ғой, 200-ден астам студент дәріс алды сендердің академияларынан деп. Әр елден алды деп отырсың. Оның ішінде нақтырақ айтатын болсақ, Қазақстаннан қатысып жатқан студенттеріңнің пайыз мөлшері қанша? Қанша азамат қатысып жатыр сенің сабақтарыңа? Айтап өтсек енді көбі Қазақстаннан, сосын Америка құрама штаттарынан, жеке қалаларынан, көп қалаларынан бізде студенттер бар. Және де Канададан, Германиядан, басқа қайдан қатысатындар, Түркиядан қатысатындар, Кореядан қатысатындар. Бірақ та барлығы айланып келгенде қазақтар. Барлығы қазақтар қатысып жатыр. Қазақстаннан қатысып жатқан адамдар басымырақ негізі. Неге дегенде енді қазақтардың көбі сол жерде біріншіден тұратын болғандықтан, біріншіден, екіншіден менің байқауымша бізде басында жалпы ақш-тағы тұратын қазақтардың қызығушылығымен негіз ашылған ғой. Менің тұратын қаламнан, менің жұмысымды қызықтап, негіз басында солай қызығушылықтар басталған. Сосын жүре келе Қазақстаннан адамдар көп қатыса бастады. Қазіргі жағдайда мен айтар едім бір 60% жалпы тікелей Қазақстаннан. Нақты көрерменге түсінікті болу үшін мысалға алайық та, мен айналысқым келді делік. Маған қандай қадамдар жасау керек? Бірінші қадам, екінші қадам, үшінші қадам. Түсінікті. Бірінші қадам сізге шот ашу керек брокерлік компаниядан. Брокерлік компания жеке компаниялар болады. Қазақстанның Freedom Finance деген компаниясы бар, брокерлік. Соған барасың да жаңағы шот ашасың. Ол шот банкаға шот ашқанмен бірдей. Ол жерде сенен артық ауыс информация, артық ауыс нелер сұрамайды. Қалай ашасың, банкның несін солай ашуға болады. Ал екіншіден біз қазір өзіміз Американың брокерлік компанияларын ұсынып тұрмыз. Жаңағы студенттерімізға бір командамен бірге жұмыстайтын нелерге біздің
не үшін дегенде оларда бірінші комиссия жоқ. Олар бізден комиссия алмайды егер сен ашатын болсаң. Екіншіден олардың платформасы енді заманауи да, былай несі жетілдірілген түрде жасалған, өте ыңғайлы. Сол жағынан енді Қазақстан ол дәл сол неден ашатын мемлекеттің санына жатады, және де алдымен жаңағы шотымызды ашуымыз керек. Сол шот ашқаннан кейін біз дұрыс түрде білім алуымыз керек. Егер дұрыс жолмен біз дәл айтып жатырмыз ғой, жаңағы мысалы акцияға инвестиция жасау деп жатырмыз, бірақ та ол жерде инвестиция жасау деген сөз сен мысалы таңертең тұрып келіп, мысалы Элон Маск деген адамның мысалы электроникары бар, Тесла деген, осыған негізі инвестиция жасасам өседі ау деген болжаммен сен жасауға болмайды деген сөз да. Ол жерде риск бар, тәуекел бар. Сондықтан біз дұрыс біліммен, дұрыс уақытта дұрыс компанияға инвестиция жасау деген өте маңызды. Сондықтан жаңағы екінші қадамда болғанда біз білім алуымыз керек. Үшінші қадамда жаңағы сол біліммен сен өз ақшаңды инвестиция жасайсың деген сөз да. Ол жерде болғанда сен үшінші қадамда болғанда бірнеше шартқа неге бөлуге болады, адамдардың несіне категорияна байланысты. Мысалы ақшасы бар адам, ол ақшасын инвестиция жасағысы келетін адам. Екінші бөлікке болғанда жастар, ақшасы жеткілікті емес жастар. Олар қалай жасау керек? Алдымен өзіне білім құюға болады. Уақыты бар оларда, өйткені ол білім құю деген нәрсе сен бір сағат отырып кітап оқығаннан білім құятын нәрсе емес қой. Ол жерде сен біраз уақыт нетесің, нәрселерді зерттейсің, біраз уақыт кетуі мүмкін. Сондықтан сен алдымен өзің басыңа білім құясың, сол уақытта жұмыстайсың, ақша жинайсың, сол ақшаңмен ары қарай алып жүріп кетуге болады. Үшіншісінде жаңағы қандай бір ата-ана, қандай бір адам баласына инвестиция жасағысы келетін болса, ұзақ уақытқа жаңағы баласына шот ашып, жаңағы қандай бір үлкен компаниялардың акциясын ерте алып қоюға болады. Қандай табыс болады алғашқы кезде? Және де ол табысты күту керек пе? Бірден байып кете ме адамдар? Бізде сондай мынау жеңілдің үстімен жүрген жақсы көреді ғой көп халық. Жаңағы неше түрлі лотереялар болсын, неше түрлі жаңағыдай бір ойындарға қатысып бірден байып кеткісі келеді. Бұл саланы сондай салаға жатқызуға бола ма? Бірден байып кетуге болатын? Бұл ондай зат емес деп айтар едім да. Бұл дәл сіздің жаңағы ақша салған кезде ақшаңыз өсіп кететін, немесе қандай бір казино сияқты бір не сияқты онлайн нәрсе зат емес та. Бұл бірінші, бұл қандай бір акцияда оның ар жағында құндылық бар. Мысалы, біздің білетін Apple деген компания деп айтатын болсақ, оның ар жағында акциясы, оның телефоны, біздің қазір бір шықты ғой, бертінде ғана iPhone 12 шығып жатыр. Оның Apple MacBook бар, AirPod бар, оның заттары бар, оның компаниялары, адамдар жұмыс атқан адамдары бар. Оның ар жағында үлкен құндылық жатыр да. Ал Apple деген тек қана бір компания дүние жүзінің, мысалы 100 елінің несінен жаңағы ақшалай жоғары, мысалы бір компанияның құны да. Сөзді ойлап көрсеңіз, сіз сондай үлкен компанияға инвестиция жасаватсыз, бірақ та сіз ол жерде жаңа айтқандағыдай риск, тәуекел бар, дұрыс жерден инвестиция жасау. Біз сол үшін команда болып жұмыстау, бір-бірімізбен нығыз түрде команда болып жұмыстау деген өте маңызды. Ал жалпы кімде-кімнің қолынан келетін зат, қорқу болуға болмайды. Біздің командада қазір түрлі адамдар бар, 40 жастағы адамдар бар, 18 жастағы кішкентай қыздарымыз, ұлдарымыз бар. Сондықтан ол кімнің де қолынан келетін зат негізі. Кімде-кім болса да айналысып қарапайым осыны түртіп айта кеткен жөн болар. Себебі кейбір кісілерде комплекс болуы мүмкін. Мен белгілі деңгейде бір білімім жоқ. Мектеп бітірдім, ары қарай арнайы білім алмадым, немесе университеттен кейін әлі де болса көңілім толмайды деген сияқты сондай адамдарға да, кез келген адамға да болса да айналыса алады дейсің ғой. Кез келген адам айналысып шыдайды. Жаңағы айтқандағыдай, бұл жерде білімді алу ол оңай. Біз оған көмектесе аламыз. Мысалы, біздің команда дайын. Енді екінші жиі қойылатын сұрақтардың бірі шығар, бұл мен қазір қойайын деп жатқан. Қанша уақытты талап етеді? Қазір мысалға бастаған адам белгілі бір деңгейде аптасына соған бір 5 күн дейікші, 5 күннің ішінде бір 4-5 сағатын арнай алатын адам осыны үйреніп күнделікті алып кете алатындай деңгейге жету үшін қанша уақыт керек? Аптасына 5 күнде 4-5 сағат арнайтын адам. Окей. Аптасына 5 күнде 4-5 сағат арнайтын адам
айтар едім, бірнеше айда толығымен еңгеріп кете алады. Ол мен бірнеше айда деп айтқан себебім, бұл жерде дәл фундаменталдық информацияны жалпы анализ жасаудың несін, оны сіз біздің сабағымыз жалпы 2-ден 3 есе, мысалы бізде сабақ бар ұсынатын адамдарға. Егер сіз мысалы қандай бір сіздің мысалы студенттер егер алған сабақ алғаннан кейін олар барлығын меңгеріп шығады. Бірақ та ол жалпы немен келетін зат деген бар, тәжірибемен келетін зат деген нәрсе тағы бар да. Сол сіз тәжірибемен келетін заттардың барлығын біріктіріп, жаңаға практика жасау арқылы біздің командамыздың ішіне қосылып сіңіп кетуі бірнеше айға жалғасуы мүмкін. Әртүрлі болуы мүмкін. Адамның несіне байланысты жаңаға бір айдан 6 айға дейін болуы мүмкін. Ол енді әр адамға әртүрлі да. Біздің командада бір айдың ішінде мықты меңгеріп, мысалы, қызу кірісіп кеткен адамдар бар. Асықпай, жұмысының сыртында асықпай меңгеріп, жаңаға несін аз немен инвестициямен бастап, ақырын жаңаға көтеріп келатқан 6 айдың ішінде бұлай бір нығыз неге, бір неге нәтижеге жеткен адам бар. Жаңадан келген адам ол қандай уақыттың ішінде қандай мүмкіндіктер берілсе, соны меңгеріп ары қарай алып кете алады. Біз дәл не ұсынасыз деп тұрсың. Окей, өте жақсы сұрақ. Біз қазіргі жағдайда біздің академиямызда 2 түрлі курс ұсынамыз. Біреу болғанда негізгі курс дейміз, ағылшынша basic курс, жалпы негізгі ақпараттар. Екіншісі advanced курс, ол жаңағы тереңдетілген курста. Basic курс жаңағы неміз болғанда жалпы фундаменталдық ақпараттар кіріп, ар жағында ұзақ уақытқа инвестиция жасағысы келген адамдар үшін. Мысалы, сіз жұмысыңыз бар, сіз жұмысыңыздың сыртында инвестиция жасағыңыз келеді. Бірақ та сіз оның барлығын тереңдетіп білігіңіз мүмкін сізге қажет емес болуы мүмкін. Сондықтан сіз өзіңізге керекті информацияңызды алуыңыз мүмкін да. Солай жасап қойғанбыз да, ол жеңіл түрде, бірақ та көп информациялар бар деген сөз. Ал ол бағасы жағынан да мысалы адамдарға мүмкіндігі берген, ол болғанда жобамен 4-5 мықты негізгі курс, ар жағында бонус бізде сабақтар бар, бонус курстар бар. Енді адамдарға қосымша беретін ар жағында біз қайсы курсты алсаңыз да біздің дәл командамызбен бірге күнделікті 2 апта біздің жабық чат-рум бар. Жаңа Discord деп айтамыз, сода біз жабық чат-румымыз бар. Біздің WhatsApp, Telegram сияқты ғой. Дәл соларға 2 апта бізбен бірге тікелей эфирде бізбен команда бойынша жұмыста, біздің команда бойынша аптасына 1-2 рет жиналыс сияқты жүргізіп тұрамыз. 2 аптаға дайындалып, жаңа Sunday meeting деп атаймыз, жексенбі күнінің кездесу. Сол уақытта дәл сол аптада қандай акциялардың, компаниялардың акцияларын қараймыз, қандай бағаға келсе біз алуымыз керек, сатуымыз керек, соның барлығын пландарына жасалып қояды. Соның барлығына қатысатын мүмкіндік беріледі. Қалай шот ашу, қалай анализ жасау, енді барлық нәрсе басынан бастап үйретіледі. Ал тереңдетілген курс туралы қысқаша айта кететін болсам, ол енді сіз өзі акция туралы не білгіңіз келеді, дәл мен не істеп жатырмын, биржалық акция деген не, биржалық акцияның менің алған 3 жылдағы жасаған барлық еңбегімнің барлығын мен жетілдірген курсқа тастатым деген сөз. Ол жерде бірақ та сіз кішкене тереңдетіп көруге көресіз деген сөз. Мүмкін сіз осыменен болашақта өзіңізді көргіңіз келетін шығар, толық жұмыс ретінде алғыңыз келетін шығар, соған барлық нені жасап тастадық деген сөз. Табыс жағына келетін болсақ, орташа есеппен осы трейдерлер қандай табысқа кеңеледі? Ол енді әлбетте салған ақшасына байланысты ғой, енді орташа есеппен айта кетсең. Орташа есеппен айта аламын. Бірақ та бұл жерде жалпы неге тағы байланысты, мысалы, сіз қайда өмір сүріп жатырсыз дегенге тағы байланысты да. Сондықтан жалпы болғанда Американың деңгейімен айтатын болсам, енді орташа есеппен ғой. Табатын адамдары бір айдың несі 3.000-нан 10.000 долларға дейін. 7.000-нан 10.000 долларға дейін. Бір айда. Бір айдағы табыс 7.000 доллардан 3.000 доллардан 10.000 доллардың ортасында. Ол енді орташа есеппен айтып жатқан себебі, орташа есеппен айтып тұрмын, соның өзінде кішкене гәп тастап тұрмын ғой енді. Неге дегенде ол жерде жаңа сен айтқандағыдай қаншалықты ақшамен ойнап жатқаныңа, қаншалықты ақшаны инвестиция құйып жатқаныңа, шотыңның несіне балансына қатты маңызды. Процентпен қысқаша айта кетейін, енді адамдар бар ғой бұл жерде процентпен есептегісі келіп отырған. Өйткені биржалық нарықта барлық нәрсе процентқа байланысты. Күнделікті сіздің ақшаңыздың
бірден 4% сізде ақша табатын ақшаңыздан қанша ақша құйып жатсыз, сол ақшаңыздың бірден 4% күнделікті табатын сізде потенциал бар. Апталай бір орташа есеппен 7-ден 10% стилға байланысты отыр ғой. Ал жылменен сіз ұзақ уақыт инвестор болып жатсаңыз, орташа есеппен 30-дан 200%-қа дейін барады. Ол мысалы Tesla сияқты компаниялар, мысалы қайтты соңғы бір 6-7 айдың ішінде 10.000%-тан жоғары өсіп жатыр да. Енді соны қуған NIO деген мысалы Қытайдың Тесласы деп айтатымыз ғой, Қытайдың электроник шығаратын компаниясының өзі, мысалы соңғы мысалы біз өткен аптада ғана біз команда бойынша трейд жасадық ғой, сол компания мысалы біз 5 күннің 3-інде трейд жасадық бірге. Сосын жаңа NIO деген компанияны мысалы 3 күнде жасадық, 2 күнде үшеуі де green деп айтамыз да, біз енді пайдалы табыспен кетіп тұр да, үшеуінің деген ол енді тас емес десең 100%. Бірақ та ол күнделікті болатын тағы да зат емес. Бірақ та мен айтқан тұрған жерім потенциал бар бұл жерде. Біз командамен жасап тұрмыз, ол мен ғана емес та, біз сол жаңағы 5 күннің 3 күнінде команда бойынша 100% green болып жаңағы пайдалы жаптық та сол күнді. Ал 2 күнде енді біреуінде кішкене сондайлар болып нетті жаптық, бір күнде біреуіміз жақсы, біреуіміз не деген сияқты әртүрлі жағдайлармен жаптық. Яғни команда болып барлығын ақылдасып бірге тікелей эфирда таңертең жалпы бір 2-ден 3 сағат бірге тікелей эфирда мен өзімнің экранымда оларға көрсетіп, микрофонмен сөйлесіп, былай чат жасап, кәдімгідей дәл былай жасаймыз. Тікелей эфирда лайв трейдинг деп айтамыз ғой, біз ағылшынша лайв трейдинг солай күнделікті болып отырады енді. Табыс жайында сөз қозғадық қой, енді ары қарай өзіңнің табысың жайлы айта кетсең, шамамен айына қанша табасың? Жалпы биржалық нарықта бұл жерде тұрақты осындай мысалы табыс табам деген жалпы бір сондай бір сан болмайды негізі. Неге дегенде жаңа өзің айтқандағыдай экономиканың несі әртүрлі болуы мүмкін. Әр күні үнемі бізге жаңа opportunity деп жатыр, мүмкіндіктер көп шығуы мүмкін. Ковидқа байланысты. Бірақ та бір қызық жері жалпы биржалық акцияда біз өскендер ақша табамыз, түскендер ақша табамыз да. Оны болғанда өскенде ақша табатын long позиция дейміз да, оны ұзақ позиция, түскенде ақша табатын short позиция дейміз. Енді біз екі жағынан да ақша табамыз да, сол мысалы ковид болып жатыр, экономика құлдырап жатыр. Бірақ біз still ақша тауып кетуімізге болады бұл жерде. Мүмкіндік бар. Оның сыртында табысқа қайтадан оралатын болсақ, жаңағы мен өз басым күнделікті day trading да жасаймын, swing trade, ұзақ уақытта инвестиция да жасаймын. Барлығын негізі қысқаша барлығын біріктіріп жасауға тырысамын. Сондықтан менде табысым әртүрлі жолмен келуі мүмкін. Мүмкін кейбір нелерім инвестициямен келуі мүмкін, ұзақ уақыттан кейін. Кейбір ақшаларым күнделікті жаңағы, мысалы жаңа айтып жатырмын ғой, мысалы 5 күннің үшеуінде мысалы біз команда бойынша жақсы шықтық деген сияқты. Сондай немен күнделікті трейдингмен келуі мүмкін. Жалпы болғанда орташа есеппен айтатын болсам, айлық табысым енді 4-5 мыңнан 10 неше мың, 15 мың ары кетсе енді жоғары баруда мүмкін кейбір нелерде. Былай айтайыншы жарайды, ең жоғарғы табысқа кеңелген күнімді айтатын болсам енді күнімді айтайын, күнім қызық болсын. Бұл жерде бұл 3 жылдың трейдинг не дегенде сондай не бар бізде, күннің максимум жақсы табыстар деген бар. Минимум дағда лосс деген нәрсе де бар ғой бұл жерде, минимумға кетіп қалған сондай қателіктер, нелер бар. Ол болғаннан кейін бұл бір үлкен сала, бұл жол болғандықтан ол қайткен күнде up and down дейміз ғой ағылшынша, өсіп түсу деген нәрсе болады да, бір оны үйренесің да қателікті. Бірақ қателікті қайтадан жасамау деген ең маңызды зат та ол жерде. Ең жоғары күнім менің өзімнің қазіргі жағдайда есімде $7600 ма сондай бір күнде. Бірақ та ол бір рет сондай болды. Ал енді бір күнде $7600 кеңелдің. Иә. Бірақ та менде минимум күндерде бар, болды, минусқа кеткен күндер болды. Тағда 5300 ба 400 маңайында бір күнде. Бұл жерде жүйкеде бір мықты болу керек сияқты. Мықты болу керек болып тұр ғой бұл жерде. Бірақ та бұл жерде былай жүйке мықты болу керектен қарағанда былай айтқым келеді да. Ол жерде дұрыс жолмен білім алу деген нәрсе әңгіме да. Ол жерде жүйкенің несін қандай адам үйренуге болады. Менің де өзімді мысалы бұрын эмоционалды адам деп есептейтінмін. Бірақ та мен өзімді меңгеру нету арқылы қаншама өзімді жалпы жақсы деңгейге апардым деп ойлаймын. Ал жалпы болғанда бұл жерде
ең маңыздысы жүйкенің мықты болуында дәл неге байланысты емес, дұрыс жолмен, дұрыс риск менеджментпен жаңағы білім алып дұрыс жолмен үйрену маңызды. Біз бұл жерде мысалы қысқа түрде айта кетейінші, мысалы бізде былай болады, бізде риск менеджмент деген зат бар да. Біз қандай бір трейдинг жасағанда планмен трейд жасаймыз да. Біз алдын ала анализіміз бар, план дегеннің ішіне қандай акцияның, қандай компанияның қандай акциясын трейд жасау біріншісі. Екіншісі болғанда дәл қай бағадан сатып алу, дәл қай бағадан сату деген пайда көру ғой енді. Ал төртіншіде стоп лосс деген зат бар да, ол біздің қысқаша айтқанда сенің қойып жатқан рискің тәуекелің. Қандай бір трейдқа біз трейдинг жасағанда, инвестиция жасағанда біз қандай бір ақшаны рискке қойып жаңағы инвестинг немесе трейдинг жасайсың да, қандай бір ақшаны. Егер сен қандай бір сондай бір планмен, қандай бір ақшаны, қысқа ақшаны инвестицияны рискке қойып ойнамасаң, ол жаңағы план жоқ нәрсе зат, ол жаңағы не болып кетуі мүмкін да. Жаңағында сен ақшаңды салып атқан ойын сияқты болып кетуі мүмкін да. Ал біз болғанда бұл жерде профессионалдық түрде жұмыс жасап атқандықтан бұл бізде қайткен күнде планмен жасалынады. Енді сенің айтар кеңесің жаңадан келіп қосылам деушілерге, инвестор болам деушілерге, жалпы осы акциямен жұмыс істеймін деушілерге қандай да бір кеңес айта кетсең? Заман қатты дамып жатыр. Қысқасын айтқанда қазір біраздан кейін интернет ұстамай жатыр деген проблема менің ойымша бір 100% кетеді. Бағана айтып кеткендегідей жаңа ракета деген нәрсе ұшып қазір қайтаран қонып тұр ғой, бұрын қонбайтын, қазір қондырып тұр. Енді мен ол ракетамен ары бері 1-2 сағатта мен қазір Америкадан Қазақстанға, Алматыға мен ұшып бара алатындай мүмкін жақын арада болуы мүмкін деп өзім солай ойлаймын. Әлемге үлкен өзгеріс болып жатыр да, қатты өзгеріс болып жатыр. Ол жақында дәл былай не болады да, ашық болады. Соған біз дайын болуымыз керек, жастар әсіресе өте мықты дайын болмасақ, бұл қалып қалмауымыз керек. Жаңағы биржалық нарық соның бір несі, қазір Америкада қатты дамып кеткен. Бағанағы біз 100 жыл қалып қалдық деген нәрсе бір жеті осыға болуы да мүмкін. Қазір Америкада қатты дамып жатқан зат, енді біраздан кейін сол жаққа дамиды. Ол біз айфонды керектеніп шыдау, интернет керектеніп шыдау ол емес та, ол жерде сен көптеген үйренетін заттар бар да. Сол сияқты бұл болашақта менің ойымша бұл өте мықты сала болады дүние жүзінде. Барлық адамдардың жаңа жасай алатын сондай бір нормал неге айналады. Біз соған дейін өзімізді дайындап, осындай заттардан қалып қалмайық. Қазіргі information заман болып отыр ғой, барлық нәрсе бар, мүмкіндік бар, сондықтан барлығымыз үйренейік, жаңа заттарды білейік, жаңа нәрсеге ашық болайық. Егер мақсатыңыз болса, өзіңіздің болашағыңызды дұрыс жарқын көре алсаңыз, қазірден бастаңыз, өзіңізді жеңіңіз, маңыздысы өзіңізге қиын заттарды жеңіп тастаған кезде жаңағы мақсатыңыз барлығы ақырын болады деп айтар едім. Жалпы өте үлкен мақсатпен жастар өте сондай немен ізденіспен болса, негізі болашақта біздің қазақтар болашағы жарқын болады дегенге 100% сенімдімін. Жақсы, ол ойыңмен мен де келсем, Думан. Осылай ақыл кеңестеріңмен бөлісіп, бар білгеніңмен бөліскенің үшін саған рахмет айтам. Осылай Денверден келіп сұхбат бергенің үшін. Құрметті көрермендер, айтылмаған, қойылмаған сұрақтар болса, өзіңіздің тарапыңыздан Думанға жеке өзіне шығып қойсаңыз болады. Және де Думанға қатысты барлық мәліметтерді осы видеоның астында қалдыратын боламын. Тікелей Думанға хабарласып, қызықтырған, мазалаған сұрақтарыңыз болса, Думанға тікелей хабарлассаңыздар болады. Видеомызды көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Мынау кем дегенде бір қазақтың баласына осы видеомызбен пайдамыз тисе, онда біз үшін жеткен жетістігіміз сол деп ойлаймыз. Сондықтан да, құрметті достар, барынша қолдау білдіріп, видеоның көптеп таралуына атсалыссаңыздар деймін. Каналға жазылмаған болсаңыздар, жазылып, міндетті түрде мынау подписаться деген батырманы басып, жанында тұрған қоңыраушаны міндетті түрде басып қойыңыздар. Тағы да баршаларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сізге де рахмет. Рахмет, Думан.